Сәлем достар, сіздермен бірге күніне қанша жұмыртқа жеу керек екенін анықтайтын боламыз. Ал кеттік, онда бастаймыз. Ғалымдар күніне қанша жұмыртқа жеу керектігін анықтау үшін 34 жыл зерттеу жүргізген екен. Эксперимент созылмалы дерті жоқ 215 мың адам қатысқан. Олардың арасында ер адамдар мен әйел адамдар қатысқан. Зерттеуге қатысқандардың көбі күніне салыстырмалы түрде бір жұмыртқа жейтін адамдар. Таңғы асқа 2 жұмыртқа жегеннің өзінде көбі аптасына 2-3 рет қана жұмыртқа жейді. Достар, менің постым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Жұмыртқаны қайнатып я қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толтыруға болады. Құрамындағы ақуыз, иод, фосфор, селен, тағы да басқа элементтер созылмалы аурулардың алдын алады. Сондықтан оның құрамында А, В, Д, Е дәрумендерінен бастап басқа да 13 дәрумен кездеседі екен. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын. Тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді екен. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сонда-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны мойныңызға ысқалап, уқалап, ары-бері думалатсаңыз, жөтеліңіз қалады екен. Жұмыртқаны таңдаған кезде оның сыртқы қабығына мән беріңіз. Егер де қабықшасы қатыр, бүдір түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Ғалымдардың айтуы бойынша, 2-ші типтегі қант диабетімен ауыратын жандарға жұмыртқаны аз жеу керек деген қорытындыға келген. Өйткені жұмыртқа қан тамыр ауруларын асқындыруы мүмкін. Ал қалған адамдарға күніне 1-2 жұмыртқа жесе жетіп жатыр. Құрметті достар, менің берген пайдалы кеңесім сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.